Енді осы жерде раб мәселесіне тоқтап кетсек. Раб дегеніміз араб тілінде, яғни бізде аударғанда раббымыз деп, раббы деп аударылып жатыр. Көпше түрі арбаб, көпше түрі арбаб. Раббун арбаб. Араб тілінде бұны жамау таксир дейді. Жамау таксир, яғни көпше түрі келтіреді, бірақ сындыру арқылы дейді. Яғни қалай? Мысалы, бізде қазақ тілінің ерекшелігі, біз қандай да бір нәрсені көбейтпекші болсақ, артынан тек қана жалғау жалғаймыз. Балалар, үйлер, яғни дардер, тартерларлер болып, сол жалғаулар ғана қосылады. Араб тілінде көпше түрін келтірудің екі жолы бар. Біріншісі жама сәлим дейді. Жама сәлим, яғни жекеше түрдегі сөзді өзгертпей, оны сындырмай, оған қосымша ғана қосады. Біздегі ларлерге ұқсайды. Мысалы, муслим, мұсылман, муслимуна, мұсылмандар. Бұл жерде уау мен нун ғана қосылды. Яғни негізгі жекеше түрі сынған жоқ, ол өзгерген жоқ. Тек қана оған қосымша қосылды. Бұны жамау сәлим дейді. Мысалы, муслима, мұсылман әйел. Көпше түрге келтірген кезде муслиматун, алиф пен та әрпі қосылады. Яғни ол женский род дейміз ғой, женский родқа қатысты. Бұны жамау сәлим дейді. Ал екіншісі жамау таксир дейді. Жамау таксир дегеніміз сындыру арқылы. Яғни жекеше түрі бұл жерде өзгеріп кетеді. Мысалы, раббун арбабун. Яғни бұл көпше түрі, бірақ жамау таксир. Негізгі раббун деген жоқ, раббун деп айтылған жоқ. Керісінше арбаб алдынан алиф кірді, одан кейін раб сөзіндегі тәштит шешілді, яғни бір әріп болып тұрған арбаб болып, сөйтіп өзгеріп шыға келді. Көпше түрі арбаб, раб. Раб дегеніміз не? Яғни біз әлемнің раббысы дейміз. Раб деген сөзіміз нені білдіреді? Жалпы раб сөзі араб тілінде имам Табари өзінің тәфсирінде айтады, ол үш түрлі мағынаны білдіреді дейді. Үш түрлі мағынаны білдіреді дейді. Раб сөзі имам Табари өзінің тәфсирінде келтіреді. Бірінші том 47 бетінде وأما تأويل قوله رب فإن الرب في كلام العرب متصرف على معان فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا. Раб сөзі араб тілінде бірнеше мағыналарда келеді дейді. Бір мағынасы әс-сейдул мута. Әс-сейдул мута дегеніміз басқалар оған бағынатын адам. Яғни сейд қожайын дегенді білдіреді. Мута басқалар оған бағынған. Яғни бір адамға басқалар бағынып жатса, ол раб деп аталады. Сол үшін де отбасындағы үлкені араб тілінде раббул усра дейді. Яғни отбасының раббысы. Раббысы дегенде рабба сөзі бір жағынан тәрбие дегенді білдіреді. Рабба я раббу, тәрбие дегенді білдіреді. Сол үйді тәрбиелеуші, басқарушы. Яғни раб сөзінің бір мағынасы ол қожайын және басқалар оған бағынуды білдіреді. Бұл біріншісі. Және екіншісі дейді. Вар-раджулул муслиху лиш-шай'i юд'a раббан. Және бір нәрсені басқарушы, түзетуші, өңдеуші, игеруші раб деп аталады дейді. Бұл екінші мағынасы. ومن ذلك قيل إن فلانا يرب صنيعته عند فلان إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها. Сол үшін де айтылады дейді. Пәленші өзінің бір затын екінші біреуде тәрбиеп жасап жатыр. Тәрбиеп, яғни раб сөзінен шығады. Яғни жөндетіп жатса, оны рабба яруббу дейді. Бұл етістік. Яғни сол раб сөзінен шығатын етістік. Және үшіншісі ثم قال والمالك للشيء يدعى ربه. Бір нәрсенің иесі, қожайыны оның раббысы деп аталады дейді. وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. Бұдан да басқа да мағыналарда келуі мүмкін, бірақ оның бәрі осы үш мағынаға қайтады дейді. Үш сөзге қайтады. Яғни раб сөзінің негізгі мағыналары ол әс-сейдул мута. Басқалар оған бағынса, бағынуды білдіреді. Екіншісі бір нәрсені игеруші, түзетуші, өңдеуші дегенді білдіреді. Үшіншісі бір нәрсенің қожайын деген сөзді білдіреді. Енді үшеуі де бір-бірімен тікелей тығыз байланысты. Себебі, мысалы, сізге біреу қашан бағынады? Сіз оның қожайыны болсаңыз. Және сіз бір нәрсені қашан түзетіп, оны өзгерте аласыз, оны игере аласыз, егер сіздің мүлкіңізде болса, сіздің меншігіңізде болса. Яғни бұл сөздер бір-бірімен тікелей тығыз байланысты. Яғни сол үшін де раб сөзін жалпылама таныстырғанда ол бір негізге қайтады. Ол нисбату тасарруфил мутлақ аллази ла юқайидуху қайдун иля Аллахи та'ала вахда фи тадбири шуунил аламин. Яғни әлемді толық игеру, еш нәрсенің
ешқандай бір жаратылыстың, ешқандай бір басқа бір нәрселердің қатысуынсыз басқару, иелену, соны игеру деген мағынаны білдіреді. Яғни Алла субханала тағала Раббул алами деген кезімізде Алла субханала тағала бұл әлемдердің жалғыз қожайыны, жалғыз игерушісі, жалғыз басқарушысы. Оның игеруіне, басқаруына еш нәрсе кедергі бола алмайды. Енді мүшриктер Алла субханала тағаланың Рабб екеніне сенді ме, сенбеді ме? Олар соны мойындады ма, мойындамады ма? Бізде мынандай нәрсе айтылады. Мүшриктер олар Алла субханала тағаланың жаратушы екенін мойындады дейді. Яғни Алланың Рабб екенін мойындады дейді. Сол үшін де олардың рубубиядағы таухиды дұрыс болды дейді. Рубубиядағы таухиды дұрыс болды дейді. Сонда олардың кеткен жері қай жер? Не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи оларды кәфір деді? Не үшін Алла субханала тағала оларға жәннатты харам етті? Оларда бірақ проблема болды дейді. Олар Алла субханала тағаламен өзінің арасына басқа нәрселерді дәнекер етті. Ортаға Алла субханала тағаламен өзінің ортасына бір нәрселерді ортада жүруші, дәнекерлік етуші деп шірік келтірді дейді. Сөйтіп олардың улухия, яғни таухидул улухиясы дұрыс емес болды дейді. Сөйтіп таухидты, адамның иманын үшке бөледі. Біріншісі рубубия. Рубубия дегеніміз не деген кезде олар? Рубубия Алла субханала тағаланы жаратушы, рызық беруші, өлдіруші, тірілтуші, әлемді игеруші, әлемді басқарушы деп мойындау дейді. Бұл таухидул улухия дейді. Екіншісі таухидул рубубия. Бұл таухидул рубубия біріншісі. Екіншісі таухидул улухия. Яғни ол не деген кезде ибадатымызды, дұғамызды жалғыз Аллаға арнау. Ибадатты Аллаға серік қоспау дейді. Мүшриктердің бірінші нәрседе проблемасы болған жоқ деді. Проблемасы тек қана екіншісі болды деді. Және таухидтың үшінші бөлігі дейді, ол таухидул асмаи ва сифат. Алланың есім сипатында жалғыз деп білу дейді. Біріншісі жаратуда жалғыз деп білу, екіншісі ибадатта жалғыз деп білу, үшінші есім сипатында жалғыз деп білу деп үстіп үшке бөлінеді. Және айтылатын сөз, айтылып жүрген сөз, мүшриктердің рубубияда проблемасы болмады деп. Таухидул рубубия, яғни біріншісінде олардың проблемасы болмады, олардың проблемасы тек қана улухияда болды. Улухияда, яғни Алла субханала тағаладан басқа нәрсеге ибадаттарын арнады дейді. Яғни Алла субханала тағаладан басқа нәрсеге табынып жалбарынды, сол үшін олар мүшрик болды дейді. Осындай арамызда пікір айтылып жүр қазіргі таңда. Бұл пікір қаншалықты дұрыс? Мүшриктердің рубубияда ақидасы дұрыс болды деген қаншалықты дұрыс? Біріншіден біз Рабб сөзінің мағынасын білдік. Рабб сөзі, яғни ол бағыну дегенді білдіреді екен. Екіншісі ол қожайындықты білдіреді екен, иесі болуды. Үшіншісі игеру, басқару дегенді білдіреді екен. Енді әлгі пікірді айтушылар оған қандай дәлелің бар деген кезде мына бір аятты дәлел ретінде келтіреді. Ол Зумар сүресінде. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Алла субханала тағаладан басқа өздеріне әртүрлі әулиелер тұтқандар, жалбарынушылар, жалбарынатын заттар тұтқандар, олар айтады дейді. Біз оларға тек қана Алла субханала тағалаға жақындату үшін ғана құлшылық етеміз, оған ибадат етеміз деп айтады дейді. Яғни бұлар бұл жерде екі түрлі нәрсені айтып жатыр. Бұл аяттың өзінде олар екі түрлі нәрсе айтып жатыр. Біріншісі иддиа, дауа ету. Екіншісі иқрар, мойындау. Олар нені мойындап жатыр? Алла субханала тағаладан басқа нәрсеге табынатындарын мойындап жатыр. Олар айтып жатыр: "Ма нa'будухум." Біз оларға табынамыз деп жатыр. Не үшін? "Илля лиюқаррибуна." Бізді Аллаға жақындату үшін дейді. Яғни олар өздерінің Алладан басқа нәрсеге табынатындарын мойындап жатыр. Екіншіден олар жақындатады дегенді дауа етіп жатыр. Екі нәрсе: иддиа және иқрар. Яғни олар өздерінің бұттарына әлемді игеруге қатысты кейбір нәрселерді бұттарға беріп жатыр. Ол не? Жақындату. Біз бағана айтып кеттік. Рабб дегеніміз ол әлемді толығымен жалғыз өзі басқаратын, игеретін. Ал жақындату ол әлбетте басқарудың, игерудің бір түрі. Сол үшін де бұлар Алла субханала тағала Рабб деген сифатына, рубубияға қатысты кейбір мағыналарын немесе кейбір соған қатысты бір пункттерін десек, олар өздерінің бұттарына беріп жатыр. Яғни бұл аяттың өзінде Алла субханала тағала бізге олардың Алланың Рабб екендігіне, яғни рубубияда проблемалар бар екенін Алла субханала тағала бізге көрсетіп жатыр. Және имам Халаби өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тарихына байланысты сира кітабында бірінші
Әл-Джазира Ал-Арабия, яғни сол арабтардың өлкесіне. Әл-Джазира Ал-Арабия деген кезде сол арабский полуостров дейміз, орысша, қазақшасы қалай болатын. Сол жерге бірінші шіркті кіргізген Амр ибн Лухай жайында айтады. Бірінші болып шіркті кіргізген сол дейді. Ол Ибрахим алейхиссаламның тәлбиясымен тәлбия ететін еді дейді. Тәлбиясын айтып, Каабаны тауаф ететін еді. Ибрахим алейхиссалам тәлбиясы ол қандай тәлбия? Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак. Яғни бұл Ибрахим алейхиссаламнан қалған тәлбия. Біз қазылықта айтатын тәлбия. Ол кісі осы тәлбияны айтып айналып жүрген кезінде шайтан бір үлкен қарияның бейнесінде келіп, ла шарика лак деген кезде илля шарикан хуа лак деген сөзді қосады. Осыны қосып айт дейді. Ла шарика лак илля шарикан хуа лак. Сенің ешқандай серігің жоқ. Яғни ла шарика лак деген сенің ешқандай серігің жоқ деген сөз. Илля шарика лак илля шарикан хуа лак деген сөзді қосады. Мағынасы тек қана бір ғана серігің бар, ол да сенің меншігіңде деген сөз. Ол да сенің меншігіңде. Яғни саған бағынады, бірақ сенің серігің бар деген мағынада. Сол кезде оған бұл сөз ұнамайды. Шайтан азғыруын күшейтіп, тағы да мынандай бір сөз қосады. Тамликуху ва ма малак. Сен оның иесісің, және ол ие болған нәрселердің де иесісің деген сөзді қосады. Бұл нормально дейді. Сонымен ол нормально болса жарайды деп, соны қабылдайды да, бірінші болып осы сөзбен ширк басталады. Яғни тек қана бір ғана серігің бар, ол серігіңнің иелігінде болған нәрсе, ол серіктің өзі де сенің иелігіңде деген сөз қосады. Яғни бұл жерде қарап тұратын болсаңыз, Раб сөзінің біз бір мағынасы не дедік, ол бір нәрсенің иесі болу. Ал бұлар бұттарға иелікті беріп жатыр. Яғни олар бір нәрселердің иелері, адамдардың иелері, оларды Аллаға жақындатады деп игеруді, иелікті кімдерге беріп жатыр? Бұттарға беріп жатыр. Сол үшін де олар бұл жердің өзінде де, яғни рубубияда тайып жатыр. Рубубияда адасып жатыр. Мүшриктер таухид рубубияда ақидалар дұрыс болмағандығына Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде көптеген аяттар келтіреді. Мысалы, пайғамбарымызға Алла субхана ва тағала айтады: "Ей Мұхаммад, айт, я ахлал китаб, ей кітап иелері, таалау иля калиматин сауаин байнана ва байнакум." Бір ортақ сөзге келіңдер. Ол ортақ сөз қандай сөз? Алла наъбуда иллаллах. Алла наъбуда иллаллах. Алладан басқа ешкімге табынбауға. Вала нушрика бихи шай'a. Оған ешқандай серік қоспауға. Вала яттахиза бa'дуна бa'дан арбаба мин дунилlah. Алладан басқа бір-бірімізді раб тұтпауға деді. Арбаб, біз айтып кеттік, раб сөзінің көпше түрі. Арбаб. Яғни бір-бірімізді арбаб тұтпауға деді. Олар қалай арбаб тұтады? Олар қалай арбаб тұтатын еді? Яғни өздерін бір-бірін қалай арбаб тұтатын еді? Оған қатысты Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде тағы айтады: "Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дунилlah." Олар өздерінің ахбарларын, ахбар дегеніміз раввиндерін. Ахбар деп яһудилердің дін басшыларына айтылады. Ахбар раввиндері. Рухбан ол масихилардың, яғни насаралардың әкейлері дейміз ба, поптар дейміз ба, яғни оны рухбан дейді. Олар рухбаналар бар. Ахбарул яһуд ва рухбанун насара. Яһудтердің ахбары және насаралардың рухбаны. Бұлар өздерінің ахбарларын және рухбандарын Алладан басқа арбаб тұтты дейді, яғни раб тұтты. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде олардың өздерінің басшыларын раб тұтқан жайында айтып жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды раб тұтпауға шақырып жатыр. Таалау иля калиматин сауаин байнана ва байнакум. Арамыздағы ортақ сөзге, арамызда ортақ болған сөзге келіңдер. Ол ортақ сөз қандай? Алланы бір деп білу. Қазіргі кезде кей жерлерде бірде өзім куәсі болдым. Бір отырыста осы дінаралық мәселе қозғалып жатыр. Дінаралық мәселе. Сонда бір кісі айтты, Алла субхана тағала Құран Кәрімде айтады: "Ей кітап иелері, ортақ сөзге келіңдер" деп айтады. Яғни мәмілеге келіңдер, тату-тәтті өмір сүрейік, давайте жить дружно деген сөзді Алла субхана ва тағала бізге үйретіп жатыр. Ортақ сөз деді. Сонымен аятты кесіп тастады. Негізінде ортақ сөз қандай сөз? Ол Алладан басқаға құлшылық қылмауға, оған серік қоспауға деп Алла субхана ва тағала айтып тұр. Сол ортақ сөз, бәрімізді жинайтын сөз. Ал бұл аятты кесіп тастады да, оны тек қана сол бірге болуға, тату-тәтті өмір сүруге дәлел ретінде алып жатыр. Біз оған қарсылығымыз жоқ. Тату-тәтті өмір сүруге, басқаға, себебі дініміз сол нәрсеге бұйырады. Бізге қарсы соғыспаған, бізге ешқандай жамандық жасамағандарға жамандық жасамауға,
Алла субханала тағала Құран Кәрімде Мумтахина сүресінде бізге бұйырады. Біз ол тату өмір сүруге, дінаралық келісімге бірінші шақырушылардамыз. Ал бірақ кейбіреулер мынандай шубха тастап жатыр. Адамдардың арасында сондай шубха қазір пайда болып жатыр. Құдай ол бір таудың шыңы дейді. Құдай ол бір таудың шыңы. Яғни таудың шыңы деп айтып жатқан жоқ, бірақ сондай мысал ретінде жақындату үшін. Оған мұсылман таудың шыңына мына беттен көтеріледі. Екінші біреу екінші жақтан, үшіншісі үшінші жақтан көтеріледі. Соңында баратынымыз бәрі біреу, табынатын құдайымыз біреу дейді. Яғни ол жерде ешқандай мұсылман кәпір жоқ деген сөз. Тек қана жолдарымыз әртүрлі, бірақ соңында баратын жеріміз бір дейді. Дұрыс, баратын жеріміз бір, ол ақирет. Ақиретте не тозақ, не жаннат. Яғни ақиретке баратын жер бір, ар жақта қайттан екі жол кетеді. Ал енді жалпы мұсылман кәпір дегенді жоққа шығару, бұл әлбетте шариғатта қайшы нәрсе. Біз басқаларды Алла субханала тағала қатысты адасуда деп есептегендіктен де біз осы ақидадамыз. Біз осыны ұстап жатырмыз. Ал болмасам егер бәрі бірдей болатын болса, онда басқа қай кез келген дінде болдың, оның қандай айырмашылығы бар? Сол үшін де осындай бір кейде шубхалар қозғалынып, адамдардың арасында көтеріліп жатады. Енді өзіміздің тақырыбымызға қайтатын болсақ, Алла субханала тағала бұл жерде яһудтердің, насаралардың өздерінің басшыларын раб тұтқанын келтіреді. Олар қалай раб тұтатын еді? Оған қатысты имам Табарани өзінің хадис тамтамасында риуаят етеді, Ади ибн Хатимнен, яғни санадын келтіреді. Ол айтады: "Атайту набия саллаллаху алейхи ва саллям ва фи унуқи салиб мин захаб." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мойныма алтыннан болған крес асып алып келдім дейді. Ва хуа яқрау сурата Бараа. Ол Бараа сүресін оқып жатыр. Бараа сүресі Тәуба сүресі. Біз қазір оқыған аят. Қайсы аятты оқып жатыр еді? Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дунилlah. Олар өздерінің ахбарларын, яғни раввиндерін, өздерінің поптарын Алладан басқа араб тұтып алды деген аятты оқып жатыр еді. Оқып біткен кезде мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айттым дейді. Айтушы кім? Ади ибн Хатим. Инна ласна нa'будухум. Біз оларға құлшылық жасамаймыз ғой, оларға табынбаймыз ғой, яғни оларды қойып соларға барып сәжде жасамаймыз ғой деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Алейса юхарримуна ма халаллах фатухарримунаху ва юхиллуна ма харрамаллах фатастахиллунаху. Qultu bala qala fatilka ibadatuhum. Олар сендерге Алла субханала тағала харам еткен нәрсені халал етіп берген жоқ па? Иә. Және Алла субханала тағала халал еткен нәрсені харам етіп берген жоқ па? Иә. Сол нәрседе бағындыңдар ғой? Иә, бағындық. Міне сол сендердің ибадаттарың деді. Яғни біз бағана айтып кеткен раб сөзінің бір мағынасы не еді? Ас-сайидул мута. Бағыну дегенді білдіреді. Олар Алла субханала тағаладан басқа осы нәрселерге бағыну арқылы Алла субханала тағаланың раб деген сифатына олар не келтірді? Ширк келтірді. Яғни бұлар улухиядан алдын рубубиясының өзі дұрыс емес еді. Улухиядан алдын рубубиясының өзі дұрыс емес еді. Себебі олар өздерінің басшыларына Алла субханала тағала харам еткен нәрсені халал етуде, халал еткен нәрсені харам етуде бағынды. Мысалы, олардың қасиетті кітаптарын ашып көретін болсаңыздар, Китабул Муқаддас дейді, яғни Библияны ашып көретін болсаңыз, Алла субханала тағала жалпы әлбетте Алла субханала тағаладан түскен ол кітапта шошқаның етін өзін харам деп келген. Шошқаның етін харам деп келген. Оны неде? Пятикнижие деді, бірінші Таурат дейді. Таурат ішіне 5 кітапты қамтиды. Бытие, әлемнің жаратылысы, Левит, Исход, Мысырдан шығу, Второзаконие, және тағы 5-ші сағат есінен шығып тұр. Осы 5 кітапты қамтиды. Соның ішінде Второзакониеда, яғни ішінде заңдар жазылған, тұяғы айыр болған, және күйсейтін нәрселерді же деп келеді. Яғни бізде де айтылады ғой, тұяғы айыр болу керек басқа деген сияқты кейде сондай сөздер естіп жатырмын. Негізінде бұл кімдердің кітабында жазылып тұр? Кітап иелерінің, яғни яһуд насараларда. Бізде ондай нәрсе жоқ, ол тұяғы айыр болу, басқа қылу деген сияқты. Оларда ішінде келеді, мал жеуге жарау үшін 2 шарты бар дейді. Тұяғы айыр болу керек, екіншісі күйіс қайтару керек. Яғни оларда атты жеуге болмайды. Неге? Себебі аттың тұяғы айыр емес. Сол үшін де біреуін көрсеңіз жеп жатқан қайтарыңыз да, олардың дінінде ол дұрыс емес та. Сол үшін де саған харам бұл жеме деп қалдан тартып алып қойыңыз. Енді шошқа туралы айтады ішінде. Шошқа тұяғы айыр болғанымен ол күйіс қайтармайды дейді. Сөйтіп оны жеуге болмайды дейді. Кітаптарында келеді солай. Ал енді қазір қайсысын көріп жатсыз жемей жатқан? Оларға оны кім халал етіп берді? Кітабында болмасам басқа жерінде келген жоқ. Бұл үкім мансух етілді, үкімі жойылды, сендерге харам болды деп. Жоқ, бұны кейіннен келген апостол Павел басқа дейді. Өзі негізінде христиан дінінің негізін қалаушы сол кісі. Алдын Ибрахим алейхиссалам өзінің ұлдарымен сүндетке отырды. Және Алламен өзінің арасындағы осы завет деді. Завет, яғни серт. Кімде-кім мұсылман болғысы келсе, Алламен сертке отырғысы келсе, оларда ол сүндетке отыру керек еді.
Ал қазір олардың ешқайсысын сүннетке отырып жатқанын көрмейсіз. Неге? Себебі әлгі апостол Павел келді, біздің енді Алламен жаңа сертіміз деді. Жаңа сертіміз ол Исаның біз үшін ағашқа керіліп өлгендігін мойындау, соның қанымен біздің жуылғанымызды, күнәміздің кешірілгенін мойындау деп, осы арқылы біз дінге кіреміз деп жаңа серт деді. Сол үшін де олардың кітаптарында Ветхий Завет, Новый Завет деп бөлінеді. Яғни ескі серт, жаңа серт. Ескі серт ол қандай серт? Әлгі сүннетке отыру. Жаңа серт Исаны мойындау. Ол Құдайдың ұлы деп, және өзін әлемнің күнәсін көтеру үшін құрбан етті дейді. Ол қандай күнә? Оны первородный грех дейді. Первородный грех ол адам ата жәннатта істеген күнәсі сол ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр дейді. Бізде Алла Субхана тағала Құран кәрімде айтады: "Фатаба алейх", Алла тәубесін қабыл етті дейді. "Уала тазиру вазирату визра ухра", ешкім күнәсін көтермейді дейді. Не үшін мен біреудің жасаған күнәсі үшін мен азап шегуім керек? Бірақ оларда сондай нәрсе бар. Соңында ол келді, сол үшін адамзаттың күнәсі үшін Құдай өзінің баласын құрбан етті дейді. Осыны Новый Завет дейді. Соны мойындау арқылы. Яғни әлгі алдыңғыны не етті? Оны тоқтатты. Шошқа харам еді, оны тоқтатты. Келді де азғантай вино ішіп тұр, ол жүрегің, көңіліңді сергітеді, денсаулығың түзейді деп. Яғни бізде қазіргі кезде біреулер айтып жүреді ғой, денсаулығы үшін кейде ұрттап тұру керек деп. Ол айтып кімнің сөзін айтып жатыр? Апостол Павелдің сөзін айтып жатыр. Ол негізінде Иса алейхиссаламның дінін өзінде өзгерткен. Иса алейхиссалам исламмен келді. Өз кітаптарында келгені, мен еш нәрсені өзгерту үшін келген жоқпын, бірақ соны орындату үшін келдім деді. Яғни еш өзгерткен жоқ. Оның шәкірттері келді, әлгі шәкіртімін деп өзін жариялаған кісі өзгертті. Сол нәрселерде оларға бағынды. Харам деген, Алланың халал еткен нәрсесін оларға харам етіп беріп еді, олар соны қабылдады. Алла Субхана тағала халал деген нәрсесін, харам деген нәрсесін халал етіп беріп еді, оны да қабылдады. Яғни осы арқылы олар Алла Субхана тағаланы дан басқа нәрселерді өздеріне раб тұтты. Алла Субхана тағала арбаб иттахаду ахбарахум рухбан арбаба мин дуниллах, Алладан басқа өздеріне раб етіп тұтты. Енді олар осы нәрсені істеп тұрса, одан кейін қалай келеміз да біз басқалардың бәрі таухид рубубияда ақидасы дұрыс еді. Енді мүшриктер олар қандай жағдайда болды? Олардан алдыңғы қауымдар қандай жағдайда болды? Алла Субхана тағала Құран кәрімде бізге Ибрахим алейхиссаламның қиссасын келтіреді. Ибрахим алейхиссалам бір қауымға барады. Ол қауым жұлдыздарға табынатын еді. Ибрахим алейхиссалам оларды Алла Субхана тағаланың дініне хикметмен шақыруды бастады. Олардың ақылын істету үшін, сәл ойларын қозғау үшін кешке қарай жұлдыздар пайда болған кезде хаза рабби деді. Ол мынау менің раббым деді. Бұл жерде әлбетте сол сенімде болған үшін емес, тек қана әлгілерді дінге шақыру үшін. Фаламма афала қала ла ухиббул афилин. Жұлдыздар жоқ болып кеткен кезде, яғни таң атып жұлдыздар көзден ғайып болған кезде, мен бұндай кетушілерді жақсы көрмеймін деді. Яғни бұлардың Құдай болуға, табынуға лайық емес екенін білдірді. Одан кейін ай туралы да сондай нәрсені айтты. Одан кейін күнді айтты, бұл үлкен екен, осыған табынамын деп. Одан кейін ол да кетіп қалған кезде, инни бариун мимма тушрикун, мен сендердің Алла Субхана тағалаға шерік етіп жатқан нәрселерінен аулақпын деді. Менің ол нәрсеге қатысым жоқ. Мен бұл нәрселерден, сендердің жасап жатқан шіріктеріңнен аулақпын деді. Және одан кейін қауымы онымен таласа бастады. Алла Субхана тағала Құран кәрімде вахаджаху қауымы онымен таласты деді. Ибрахим алейхиссалам оларға былай деді: атухаджунни филлах ва қад хадан ва ла ахафу ма тушрикуна бихи илля ан яша'a рабби шай'a. Алла жайында менімен таласасыңдар ма? Ол мені тура жолға бастады. Мен сендердің Аллаға серік етіп жатқан нәрселеріңнен қорықпаймын деді. Мен қорықпаймын деді. Яғни олар қорқатын еді. Олар одан қорқпайтын болса, неге мен одан қорқпаймын деп айтады. Ал қорқу ол қашан болады? Яғни бір нәрсе бір зиян, пайда келтіреді деп ойлаған кезде адам ол нәрседен қорқады. Сол үшін де олар әлгі жұлдыз, ай, күн, сол сияқты тастар, бұттар зиян немесе пайда келтіреді деп олар сондай атиқатта, сондай сенімде болған. Ибрахим алейхиссалам оларға айтып жатыр: "Уала ахафу ма тушрикуна би". Сендердің ширк етіп, Алла Субхана тағалаға серік етіп жатқан нәрселеріне мен қорықпаймын деді. Мен қорықпаймын ол нәрсе. Яғни олар одан қорқатын еді. Одан қорқатынына тағы да бір дәлел Алла Субхана тағала Құран кәрімде Худ алейхиссалам жайында айтады. Худ алейхиссаламның де қауымы таласады. Сонда олар айтады: "Инна қулу илля атарака ба'ду алихатина бису". Худ сүресінде. Біздің саған айтатынымыз, біздің құдайларымыз, кейбір құдайларымыз сені ұрып қойыпты. Бису, саған сондай бір жамандық келтіріпті, саған зиян тигізіпті. Сонымен сен адастың, алжып қалдың, сенің ақыл есің орнында емес деген сөзді айтады. Яғни олар табынып жатқан бұттарының пайда зиян келтіретінін сеніп жатыр. Инна қулу илля атарака ба'ду алихатина бису. Яғни су деген жаманшылық. Саған сондай жаманшылық басыңа
беріп қойды деп біз айтамыз деп. Біз сол ойдамыз. Сен тек қана сол үшін бір жынды немесе бір жалғансың, сондай алжыған адамсың деген сөзді айтты пайғамбарларына. Яғни олар бұттарын пайда зиян келтіреді деп есептеуші еді. Ол есептемесе қалай айтады? Саған біздің құдайларымыз саған зиян келтіріп қойды деп. Яғни бұлардың ақидасында әлемді басқаруда, әлемді игеруде олардың да қатысы бар еді. Олардың да үлесі бар еді. Сол үшін де олар мүшриктер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында ажалал алихата илаха вахида. Олар біздің құдайларымызды бір құдай етпекші ме деді. Біздің құдайларымызды бір құдай етпекші ме деді. Яғни олар көп құдайларға сенетін еді. Мынау құдай, мынау құдай, мынау құдай, мынау құдай деп бәрін құдай деп есептейтін еді. Яғни ол құдай деген кезде оған құдайға тән барлық сипаттарды беретін еді. Ол құдайға тән сипаттарды бермесе, ол қалай ол құдай болады? Яғни мысалы біз бәленше, түгенше деп адамдардың атын айтамыз да, оқушылар дейміз. Яғни олардың бәрі оқуда, яғни немесе білім алуда ортақ. Ортақ болғандықтан да бәрін қосып тұрып оқушылар дейміз. Немесе арасына мұғалімді кіргізіп тұрып, оны оқушылар деп айтпаймыз. Себебі мұғалім оның сипаты бөлек. Яғни бұлар ол құдайлардың бәріне құдайға тән сипатты беретін еді. Сол үшін де құдайға тән сипатты бергендіктен де пайда зиян келтіреді деп есептегендіктен де олар соларға табынатын еді. Сол нәрселерге табынатын еді. Сол үшін де олардың ешқандай рубубияда ақидалары дұрыс болмаған. Сол үшін де олар жартылай ақидасы дұрыс болып, жартылай ақидасы бұрыс болды деген негізінде бұндай әңгіме негізі ешқандай бір ғылыми таразыға салғанда, аят хадис таразысына салғанда қисынға келмейтін сөз. Ол мүшриктер жалғыз Алла субханала тағала жаратушы десе, жалғыз рызық беруші, жалғыз өлдіруші, тірілтуші, яғни барлық әлемді игеру, жақсылық, жамандық барлығы Алла субханала тағаланың қолында десе, онда неге олар тікелей Алла субханала тағала құлшылық қылмайды? Егер барлық нәрсе Алла субханала тағаланың қолында болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға айтты: барлық нәрсе Алла субханала тағаланың қолында болатын болса, онда Аллаға құлшылық қылыңдар деді. Олар тас жоқ, бізге тас зиян келтіреді, пайда келтіреді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен таласа алмайды. Неге? Себебі бір адам барып тасты басынан бір ұрып, мысалы тастан жасалынған немесе лайдан жасалынған бұтын барып бір ұрса, ол сынып қалады. Яғни ғылыми түрде таласатын болса ұтылады. Мынау маған зиян келтіреді немесе пайда келтіреді деп бұтқа ишарат жасап жатса, ол ұтылады. Себебі ол өзі оны біреу қолдан жасады. Қалайша ол зиян пайда келтіреді? Енді оларда ешқандай құжат қалмаған кезде олар жоқ бізге пайда зиян келтіреді деген олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ашық айта алмайды. Сонымен не деді? Жоқ, бұлар бізді Аллаға жақындатады деді. Яғни Аллаға жақындатады деген сөздері негізінде тек қана сылтау ғана еді олардың. Сылтау ғана. Сол үшін де Алла субханала тағала Құран кәрімде оларды айтты: егер аспан әлемді кім жаратты десең, яғни әлемнің Раббысы кім десең, олар Алла дейді деді. Олар Алла деп иман келтіреді деген жоқ ешқандай аятта. Олар тек қана ауыздарымен тек қана Алла субханала тағала деп айтатын еді. Бірақ басқа нәрселерді Алла субханала тағаламен бірге әлемді игеруде, әлемді басқаруда, яғни рубубияда басқа нәрселер Алла субханала тағалаға серік деп есептейтін еді. Ибрахим алейхиссаламның қауымы да тура сондай. Сол үшін де олардан қорқатын. Ибрахим алейхиссалам айтты оларға: мен сендердің Аллаға серік етіп жатқан нәрселерінен қорықпаймын. Илля яша рабби шей'a, тек қана Раббым нені қаласа сол болады деді. Яғни илля яша рабби шей'a, менің Раббым нені қаласа сол болады деді. Яғни сендердің танып жатқан нәрселеріңнің қалағаны болмайды, тек қана менің Раббымның деп жатыр. Яғни олар әлбетте басқа нәрселерге Алла субханала тағаланың Рабб деген сипатында серік келтіретін еді. Екінші бір аятта Алла субханала тағала Ибрахим алейхиссаламның қауымы жайында айтады. Ибрахим алейхиссалам оларға айтады: бірінші, не мынау сендердің табынып жатқан бұттарың дейді, олар біздің әке шешеміз, ата бабамыз осыған табынған еді, біз де соған табынамыз деген сөзді айтады. Сонда Ибрахим алейхиссалам: сен ата-аналарың, ата-бабаларың адасуда болса ше десе, олар: сен бізге ақиқатты алып келіп тұрсың ба, немесе ойнап тұрсың ба деген сөз айтады. Яғни содан кейін Ибрахим алейхиссаламның жауабы: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. قال айтты дейді Алла субханала тағала. Яғни Алла субханала тағала Ибрахим алейхиссалам айтты деп жатыр Құранда. Қала деген айтты деген сөз. Бар раббукум, керісінше сендердің раббыларың,
Раббус самауати вал арди аллази фатарахун. Аспан жерді жаратқан Раббы. Сол сендердің Раббыларың. Сендердің табынып жатқан нәрселерің сендердің Раббыларың емес, керісінше араб тілінде бәл деген сөз бар. Бәл деген сөз, оны атқаратын қызметі арабша айтады лил идраб амма қаблах дейді. Алдындағы сөзді теріске шығару үшін. Мысалы, арабша айтатын болсақ, ана ласту жайан бәл шабан. Мысалы, мен аш емеспін, керісінше мен тоқпын. Мен бойдақ емеспін, керісінше үйленгенмін. Мен оқушы емеспін, керісінше мұғаліммін. Яғни алдындағы сөзді теріске шығару үшін. Алдындағы сөз бұл жерде араб тілінде бұлай айту үшін алдындағы сөз кейінгі сөзге антоним болу керек. Яғни мысалы қазақ тілінде бұл қазақ тіліне аударатын болсақ керісінше деп аударылады. Сіз айтпайсыз ғой, мен аш емеспін, керісінше мұғаліммін деп. Бұл сөз дұрыс емес. Яғни бұл жерде аш емеспін, керісінше тоқпын деген сөз болу керек. Себебі екеуі бір-біріне қарама-қайшы болу керек. Яғни керісінше деген сөзден алдыңғы сөзбен кейінгі сөз бір-біріне қарама-қайшы болу керек. Араб тілінде де айтпайды, мысалы, ана ласту жайан бәл қаим. Мен аш емеспін, керісінше мен тұрып тұрмын деп айтылмайды. Аш емеспін, керісінше тоқпын. Мен отырған жоқпын, керісінше тұрып тұрмын. Яғни бір-біріне қарама-қайшы сөз болу керек. Пайғамбар Ибрахим алейхиссалам бұл жерде бар раббукум, бәл раббукум. Енді оқылғанда бар деп оқылады, себебі ләм раға идғам қылынады тәжвидте. Керісінше сендердің раббыларың әлемді, аспан жерді жаратқан Раббы деді. Яғни керісінше деген сөз не үшін келіп тұр? Себебі олар өздерінің бұттарын Рабб деп есептейтін еді. Оны Раббы деп есептегендіктен де олар соған табынды, соған құлшылық етті. Қазір біз айтып кеттік, Худ алейхиссаламның қауымы да тура сол нәрсені істейтін еді. Енді Ибрахим алейхиссалам, одан кейін Муса алейхиссаламға қатысты келейік. Муса алейхиссалам Фирауынға барды. Фирауын не деп еді? Уама раббул аламин. Сен шақырып жатқан ол әлемдердің Раббысы деп жатқаның кім деді? Ибрахим алейхиссалам таныстырды. Раббысымен таныстырды. Кейін арасында жанжал кетті, тартыс болды. Сенің әкелгенін көрсетіп жатқандарың мөжизе емес, ол сиқыр деді. Мен де сан сиқыршыларды жинап берейін деп адамдардың алдында оны сондай бір сайысқа шақырды. Сайысқа шақырды, Фирауынның сиқыршылар келді. Алла субхана ва тағаланың құдіретін, оның жалған сиқыр емес екен, хақиқи муъжизе екенін көрген кезде Алла субхана ва тағала оларды сипаттап береді. Фаулқия сахарату саджидин. Тікелей сәждеге құлатты. Қалу айтты дейді, аманна би раббил аламин. Әлемдердің Раббысына иман келтірдік. Қалу аманна, иман келтірдік, би раббил аламин, әлемдердің Раббысына. Рабби Муса ва Харун. Мусаның, Харунның Раббысына иман келтірдік. Ал енді бұлардың таухидты үшке бөліп жатқандардың айтуынша алатын болсақ, олар Аллаға сенетін еді. Аллаға сенетін еді, жаратушы, өлтіруші, тірілтуші деп, яғни Аллаға Рабб ретінде олар сенетін еді. Сенетін болса, онда неге Мусаның Раббысына иман келтірді деген сөзді айтады? Олар иман келтіріп қойған жоқ па? Рабб ретінде иман келтіріп қойған жоқ па? Егер ол бөлу сыйымды болатын болса, онда олар неге біз сол иман келтірген Раббымызға бұдан кейін құлшылық етеміз деген сөзді айтқан жоқ? Олар өйтіп айтқан жоқ қой. Яғни олар Алла субхана ва тағалаға Рабб ретінде иман келтірмейтін еді. Бірақ муъжизаны көрген кезде, ол жалған нәрсе емес екенін көрген кезде, олар Алла субхана ва тағалаға иман келтірді. Аманна би раббил аламин. Раббымызға иман келтірдік деген сөзді айтты. Сол кезде Фирауын амантум лаху қабла ан азана лакум. Мен сендерге рұқсат бермей тұрып сендер иман келтірдіңдер ме деді. Мен сендерге рұқсат берген жоқпын иман келтіруге. Қалайша иман келтіресіңдер? Яғни Фирауын өзін шынайы Раббым деп есептейтін еді. Ол адамдардың тек қана денесін емес, олардың жүректерінде менің мүлкімде, менің меншігімде дейді. Себебі иман, сенім ол жүректе болатын нәрсе. Яғни мен сендердің жүректеріңе де иемін деген сөз. Қалайша мен сендерге рұқсат бермей иман келтіресіңдер деді. Иман жүректе. Бірінші сенім адам жүрегінде болады. Жүректе болмай тілмен айтса, ол әлбетте мұнафиқ болады. Яғни ол мен адамдардың иесімін, және олардың жүректерінің де, олардың ойларының да иесімін дейтін еді. Ал біз Рабб сөзінің бір мағынасы
әл-Малик, ие болу деген. Сол үшін де Рабб, шынайы Рабб, оның билігі барлық нәрсеге жүреді. Барлық нәрсе оның меншігінде. Бұл адамдардың денесімен бірге олардың жаны да, олардың рухы да, олардың жүрегі де менің қолымда деп есептейтін еді. Сол үшін де «Ана раббукумул а'ла» деген сөзді айтты. Енді осы нәрседен, осы сөздерден келіп шығатын нәрсе. Бізде қазіргі кезде, қазіргі таңда көптеген жігіттердің аузынан шығып жатқан сөз «Субханаллах», көптеген адамдар, көптеген мұсылмандар қазіргі кезде «Ла илаха иллаллах» сөзінің шынайы мағынасын да білмейді. «Ла илаха иллаллахның шынайы мағынасын да білмейді. Олардан «Ла илаха иллаллахның мағынасы не десең, Алладан басқа тәңір жоқ» деген сөзді айтады деді. Ол дұрыс емес дейді. Бұл мүшриктердің де ақидасы. Бұл яһуди насранилардың да ақидасы. Және басқалардың да ақидасы дейді. Біз «Ла илаха иллаллах» деген сөзді дұрыс аударуымыз үшін біз «Ла ма'буда би хаққин иллаллах» деп айтуымыз керек дейді. Яғни шынайы құлшылыққа лайық Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ деген сөзді айтуымыз керек дейді. Неге? Себебі ал енді біреу келіп «Ла илаха иллаллах» деген кезде мағынасы «Ла рабба иллаллах», Алладан басқа раббы жоқ деп аударса, ол дұрыс емес дейді. Бұл ақида әлгі мүшриктердің де, яһуди насранилардың да, буддистердің де, тағы да басқалардың да ақидасы дейді. Енді бұл қаншалықты дұрыс? Біз қазір көрдік, негізінде адам қашан бір нәрсеге табынады, бір нәрсеге құлшылық етеді. Ол сол нәрседен бір пайда зиян күткен кезде, маған пайда келтіреді, немесе зиян келтіреді деп есептеген кезде, ол соған құлшылық етеді. Ал егер олай есептемесе, оны мүмкін емес олайша құлшылық ету. Ол ондай адам, ол әлбетте жынды адам. Сол үшін де кімде-кім Алла субхана ва тағаладан басқа нәрселер пайда зиян келтіреді деп есептесе, ойласа, сондай сенімде болатын болса, ол адам Алладан басқа Раббы жоқ деп айтпайды. Ал кімде-кім, яғни шынайы Алладан басқа Раббы жоқ деп Рабб сөзі қамтитын барлық мағынаға иман келтірсе, онда ол басқа нәрсеге табынбайды. Басқа нәрсеге табынып жүрген адам, ол әлбетте содан пайда зиян күтеді. Пайда зиян күткендіктен де сол нәрсеге табынады. Яғни құлшылық пен Алла субхана ва тағаланы Рабб деп есептеу екеуі бөліп қарайтын мәселе емес. Екеуі ажырамайтын нәрсе. Қашан адам Алла субхана ва тағаланы Рабб деп иман келтірсе, ол автоматически Алла субхана ва тағалаға құлшылық қылады. Ал қашан Алла субхана ва тағаланың рубубиясында серік қосса, ол басқа нәрселерге табынып кетеді. Табынуы, құлшылық қылуы сол рубубиядағы проблемадан келіп. Ал енді ешқандай пайда зиян келтірмейді деп ойлап, одан кейін біз құлшылық қыламыз деу, ол бос нәрсе. Сол үшін де ол адамның иманы үш бөлік болып, таухиды үш бөлік болып, біреу дұрыс, екіншісі бұрыс деген сөз негізінде бүйтіп ғұламалар негізінде бөлген емес. Оны ғұламалар бөлген емес. Кейіннен келген 7-8 ғасырда келген кейбір ғұламалардың ойлап шығарған нәрсесі. Ол араб тілінде истиқра деп, истиқра деген аят хадистерді толығымен қарап шығу, яғни терең іздену. Терең ізденуге де негізделмеген. Неге? Себебі біз Құран хадиске қарасақ, ол мүшриктердің Алла субхана ва тағаланың Алла субхана ва тағаланы Рабб деп қабылдамағанын көріп жатырық. Одан кейін әлгі осы сөзді айтып жүргендер Алла субхана ва тағаланың таухида, рубубия, улухия, асма сифатқа бөлінеді деушілер, бір адам Аллах менің Раббым десе, жоқ, бұл жеткілікті емес. Себебі мүшриктерде осы сөзді айтатын еді. Ал енді Алла субхана ва тағала Құран кәрімде Алла субхана ва тағаланың сөзіне қарайтын болсақ, Алла субхана ва тағала бізден әл-мисақта уәде алған кезде, яғни мисақ алған кезде, бізден уәде алған кезде, әләсту би раббикум, мен сендердің Раббыларың емеспін бе деді. Барлық адамзат айтты, бәлә, иә, сен біздің Раббымызсың деді. Ал енді Рабб сөзі түгелдей құлшылық етуді де, пайда зиян келтіруді бәрін бірге өзіне қамтымайтын болса, онда Алла субхана ва тағала жарайды, сендер мені Рабб деп есептедіңдер. Енді маған құлшылық қыласыңдар ма деп екінші жағын тексерді ма? Екінші сұрақ қойылды ма? Құранда қарасаңыз, ешқандай ондай сұрақ жоқ. Ешқандай ондай сұрақ жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадис. Қанша жолмен келсе, бәрінде де екі періште адам баласы қабірге қойылған кезде, мен Раббук деген сұрақ қояды. Раббың кім? Раббың кім деген сұрақ қояды. Мұсылман адам, иман келтірген адам, Рабби Аллах, Алла менің Раббым деп жауап береді. Ал енді Алла менің Раббым деп мүшриктер айтқан болса де, ол сөз жеткіліксіз болатын болса, онда қайсы бір хадисте келді? Періштелер сұралушы адам Алла менің Раббым деген кезде, жарайды, бұл жерде сен ақидаң дұрыс екен, бірақ бұл жеткіліксіз, мүшриктердің де ақидасы бұл мәселе дұрыс болған. Енді мән илахук, сенің табынатын құдайың кім?
яғни улухияда, таухид улухияда сен ақидаң дұрыс па кәні екіншісін тексерейік деген қай бір хадисте бар? Ешқандай хадисте жоқ. Сол үшін де ол улухия мен рубубия екеуі бөлінбейтін нәрсе. Екеуін бөліп, мына жерінде ақидасы дұрыс болды, мына жерінде ақидасы бұрыс болды деудің сөзінің өзі негізінде дұрыс емес. Бұл сөз қайдан шықты? Негізінде ол бір терең ізденуге, аят хадиске негізделген сөз емес. Ол не үшін шықты? Таухид деген кезімізде, яғни осы түрге бөліп алатын болсақ, Алла субхана ва тағалаға иман келтіру үшін осы үш нәрсе бірге болу керек десек. Таухид рубубия десек, біріншісі таухид рубубия. Осыған иман келтіруіміз керек деген сөзді айтады. Таухид рубубия деген кезде олар нені мақсат тұтады, оны түсініңіздер ғой, яғни пайда зиян келтіруші, жаратушы Алла субхана ва тағала деп есептеді. Онда бұған мұсылман да кіреді, яһуди де кіреді, насрани да кіреді. Олардың сөзімен алатын болсақ, мүшриктер де кіреді. Себебі оларды Алла субхана тағаланы жаратушы деп, пайда зиян келтіруші, яғни әлемді жалғыз басқарушы деп есептейтін еді. Бәрі кіріп кетеді. Одан кейін таухид улухия деген кезде, жалғыз Аллаға сол құлшылықты арнау деген кезде, яһудиің түсіп қалады, насраниің түсіп қалады, басқа нәрсеге табынып жатқандар түсіп қалады. Яғни біріншісі ол үлкен елек деп алатын болсақ, елек дейміз бе қалай? Яғни елейтін. Онда біріншісінен яһуди, насрани олар өтетті, кім өтпей қалады? Атеисттер өтпей қалады. Кейін екінші елек одан кейін. Ол жерге келген кезде яһуди, насраниларың себебі олар Алла субхана тағалаға шерік қосады. Алла субхана тағала Құран кәрімде вақалатил яһуду Узайрун ибнуллах. Яһудтер Узайр Алланың ұлы деді. Насранилар Иса Алланың ұлы деді. Яғни шерік қосты. Сонымен өздерінің пірлеріне табынып жатқан, тағы басқа нәрсесіне табынып жатқан олардың бәрі ол електен өтпей қалады. Сонымен бірге өтпей қалатындар тәуәссүл мәселесі. Тәуәссүлді жайыз рұқсат деушілер. Тәуәссүл дегеніміз не? Тәуәссүл дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахих хадиспен келген сахих хадис келген бір көзі соқыр кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп маған бір дұға үйрет, мен Алладан сұрайын, Алла менің көзімді ашсын дейді. Сонда мынандай дұға үйретеді: Алла, мен сенен пайғамбарыңмен сұраймын деген. Пайғамбарыңның құрметіне сұраймын деген, көзімді аш деген дұға үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметімен Алла субхана тағаладан бір нәрсе сұрау. Яғни бұл жерде сұрау Алла субхана тағаладан тек қана пайғамбардың құрметіне деген сөз. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соқырға үйретіп жатыр. Хадис сахих. Енді осы хадиске сүйене көптеген 95%, 99% ғұламалар тәуәссүл жайыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тірі кезінде де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін де. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне деп сұрау деді. Бұны имам Науауиде көрсеңіз болады, имам Ибн Хаджар Асқаланиде де, имам Суютиде де, имам Қуртубиде де, имам Захабиде де, сол сияқты басқа да қанша ғұламалар бар, барлығында бұл мәселені көрсеңіз болады кітаптарында. Енді таухидты үшке бөлушілер, олар тәуәссүл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тірі кезінде жайыз еді, рұқсат еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін ол харамға айналды деді. Ол харамға айналды деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметі, Алла субхана тағаланың алдындағы дәрежесі, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болуымен әлбетте ол түсіп қалған жоқ. Ол түсіп қалған жоқ. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне деп сұрап жатқан кезде, ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қол аяғымен, денесімен сұрап жатқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Алла субхана тағала алдындағы дәрежесімен сұрап жатыр. Ол түсіп қалған жоқ. Және бұл жерде ол Алла субхана тағаладан басқа нәрседен сұрап тұрған жоқ. Өз жалпы тәуәссүл мәселесінде келісілген түрлері бар. Барлық ғұламалар бір ауыздан рұқсат деген, яғни таухид үшке бөлушілер де, бөлмейтіндер де барлығы келіскен. Оның біріншісі Алла субхана ва тағаланың өзінің көркем есім сипатымен сұрау. Алла субхана тағала Құран кәрімде «Уаллахи ласмаул хусна фад'уһу биха». Алланың көркем есімдері бар, сонымен сұраңдар деді. Яғни ей рахымшыл, мен рахмет егер, ей рызық беруші, маған рызық бере гөр деп, яғни сол есім сипаттарымен Алла субхана тағаладан сұрау. Бұл біріншісі. Екіншісі адамның өзінің амалымен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үш түрлі адамның қиссасын келтіреді. Үш түрлі адам, олар бірге бір үңгірге қамалып қалады. Алдын тас басып қалады. Сонда үшеуі өздерінің амалдарын айтып, Алла, сол амалды сен ризашылығың үшін істеген болсам, осыны аша көр деп, өздерінің амалдарын, яғни ортаға қойып дұға қылады. Тәуәссүл. Ол жайыз деді. Үшінші түрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатпен. Себебі махаббат ол да ибадаттың бір түрі, яғни ол да амал. Махаббат ол жүректің амалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымен сұраймын десе, ол жайыз дейді. Үшінші. Ал төртінші түрі әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзімен, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне
деп сұрау деді. Бұны таухид үшке бөлушілер бұл дұрыс емес деді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи қайтыс болды деді, қайтыс болғаннан кейін тәуәссүл етуге болмайды деді. Оған дәлел ретінде Омар радиаллаху анхудың сөзін келтіреді. Омар радиаллаху анху бірде ашаршылық болып жаңбыр жаумаған кезде мынандай дұға еткен: ей Раббым, ей Аллах, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен тәуәссүл ететін едік, енді міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесімен, яғни ағасымен тәуәссүл етеміз, бізге жаңбыр бере көр деген дұға жасайды. Осыны алады да, міне көрдіңдер ме, егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен тәуәссүл ету жайыз болған кезде, онда бұлар пайғамбар саллаллаху алейхи қайтыс болғаннан кейін неге пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзімен тәуәссүл жасай бермейді деді. Негізінде тәуәссүлдің түрінің бірі ол біреуден дұға сұрау. Бұл да тәуәссүл. Қалай? Пәленшіге мен үшін Алладан сұрап қойшы, мен үшін дұға етіп қойшы деп. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрсені Омар радиаллаху анхуға да айтты. Омар радиаллаху анхуға Йеменнен бір кісі келеді деді, Уайс деген. Ол жайында киноларда шыққан, енді кино шілеуінше шындыққа жанаса бермейді. Әлі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келе жатса, артына қашады, басқа қылады, сондай бір сол нәрсені келтірген, яғни ол ешқандай бір шындыққа жанаспайтын нәрсе. Сол Уайс егер келсе, соған дұға жасата алсаң, өзің үшін дұға жасат деді. Сонда Омар радиаллаху анху Йемен жақтан келе жатқан қажылардың бәрін ішінен сұрап жүретін еді. Араларында Уайс бар ма, араларында Уайс бар ма деп сұрап жүретін еді. Яғни оған келіп, одан мен үшін Алладан сұрап қойшы деу. Бұл да тәуәссүлдің бір түрі. Енді Омар радиаллаху анху адамдармен жиналған кезде истисқа намазын оқыды. Истисқа намазы ол жаңбыр сұрау. Бізде оны қазір тасаттық деп алған. Тасаттық. Негізінде тасаддуқ, яғни садақа беру деген сөз. Бізде жаңбыр жаумай жатса, сыртқа шығып, далаға шығып тасаттық жасадық дейді. Яғни бір қой соятты, тамақ жеп алып, Құран оқытады да, сонымен қайтып кетеді. Алла жаңбыр бере көр деп. Негізінде шариғатқа сай тірлік ол сол жерде истисқа намаз оқылуы. Истисқа жамағатпен истисқа намаз оқылады. Ол жерде бала шаға бірге шығады, яғни шығып у-шу болып, сондай өздерінің бишара халде екенін сөйтіп көрсетіп шығады. Ал енді бізде, білмеймін, қазекеңдер оларға намаз оқу қиын болды ма, әйтеуір одан да бірге қосылдық па, давайте ет жейік, одан да қой сойып, қой сойып, жеп тойып алайық та, артынан молдаға оқытасалармыз, бізге осы оңайлау деп, сөйтіп осындай, яғни вариант, басқаша вариант болып кетті. Негізінде ол тасаттық дегеніміз, негізінде салатул истисқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйреткенде, барып қаланың, ауылдың сыртына шығып, қатын бала шағамен малдарын алып шығады, басқалар сөйтіп сондай бір аянышты халде болып, Алла субханала тағаладан жаңбыр сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі ол жерде дұға қылатын. Яғни бұл тәуәссүлдің басқа түрі жайында айтылып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі қолын көтеріп тұрып Алладан дұға сұрайды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ дұға сұрауға, яғни Алладан дұға етуге. Бұл жерде енді кім бар? Аббас. Енді әхлі сүнна уал жаманың ақидасы бойынша Аббастан пайғамбар Омар радиаллаху анху абзал. Себебі біздің ақидамызда, әхлі сүнна ақидасында бірінші пайғамбарымыздан кейін Абу Бәкір абзал. Кейін Омар, яғни бірінші 4 халифа. Одан кейін 10 ашара мубашшарин. Одан кейін кімдер? Бәдірге қатысқандар. Одан кейін Ухудқа қатысқандар. Одан кейін Байат Ридуанға қатысқандар, яғни талдың түбінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам байат бергендер. Одан кейін басқа сахабалар. Енді Омар радиаллаху анху неге өзі дұға қыла салмады? Неге? Себебі Аббас пайғамбарымызға жақын еді. Пайғамбарымыздың жақыны. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақынымен тәуәссүл жасауы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен тәуәссүл жасаудың бір түрі. Бірақ бұл жерде кетіп жатқан нәрсе ол содан дұға сұрау. Одан дұға сұрау. Сол үшін де бұл тәуәссүлмен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне сұрау екеуі екі түрлі нәрсе. Екеуі де тәуәссүл деп аталады. Бірақ мынада пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне деп сұрау, екінші тәуәссүл ол бірақ жақсы, сіз өзіңіз ізгі деп, тақуа деп ойлайтын адамнан мен үшін Алла субханала тағаладан сұрап қойшы осы нәрсені, мен үшін дұға етіп қойшы деп сұрау. Екеуі екі түрлі нәрсе. Сол үшін де мынаған қарсы ешқандай дәлел болмайды. Енді бұл жерде ол салатлисқа қатысты, ол жерде дұға кетіп жатыр. Ол жерде тірі адам керек дұға жасайтын, Алладан сұрайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам араларында болмағандықтан да олар Аббас радиаллаху анхудан өтініш жасады. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, субханалла, Алла субханала тағала намазға сондай күш берді, намазға сондай құдіретті. Ол сіз қазір қандай бір аппарат бар ма, сіз оны қосып қойып, бұлтты алып келіп жаңбыр жаудыратын. Аппарат жоқ ондай. Әлі ондай жаңбыр жаудыратын аппарат жоқ. Бірақ жаңбыр жаудыратын намаз бар. Күн тұтылып қалса оны ашып жіберетін ешқандай аппарат жоқ, бірақ күн тұтылған кезде соны ашылу үшін оқылатын намаз бар. Яғни Алла субханала тағала намазға сондай не беріп қойды, сондай бір ерекшелік, сондай бір қасиет беріп қойды. Енді жалпы әхлі сүнна уал жамааның ғұламалардың көпшілігі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен тәуәссүл жайыз дейді. Жайыз себебі ол өлгеннен кейін, ол бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның
дәрежесі мен дуа қылынып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәрежесі ол өлі кезінде, тірі кезінде оның айырмашылығы жоқ дейді. Себебі пайғамбарымыздың дәрежесі ол бір. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл жерде ол пайғамбарлығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тақуалығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ибадаты, яғни бұл жерде ол да бір жағынан амалмен тәуәссүл. Амалмен тәуәссүл жасау жайыз. Яғни біз бұл мәселені қазір біз негізгі темамыз емес, бірақ айтпақшы болып жатқаным, таухид улухия деген кезде таухид үшке бөлушілер ол тәуәссүлдің бұл түрі ширк дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға серік қосу деді. Сонымен олар да електен өтпей қалады. Енді тәуәссүл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін рұқсат емес деушілер одан өтіп кетеді. Одан кейін үшінші тағы да елек. Ол таухид асма ва сифат. Таухид асма ва сифат деген Алланың есім сипатында бір деп білу деді. Біз ол мәселеге иншалла уақытында кеңінен тоқтаймыз. Яғни Алла субхана ва тағаланың екі қол, екі аяғы, екі көзі, екі балтыры бар. Алла субхана ва тағала жүреді, жүгіреді деп есептеу. Осы таухид асма ва сифат деді. Алланың есім сипатында бір деп білу деді. Енді ол жердегі ол аят хадистерді араб тілін ережесіне салып, оны әдеби, жанама, ауыспал мағынасында алып жатқандар ол електен өтпей қалады. Сонымен соңында әхлу сүнна вал жамаа болып жәннатқа тек қана бір-ақ тайпа кіреді. Яғни негізінде бұл таухидты бұлайынан үшке бөлу, бұның артында негізінде бір үлкен саясат жатыр. Ол барлығын адасқанға шығарып келіп, тек қана жалғыз біз тікелей жәннатқа кіретін, бізден басқалардың бәрі 72 фирқа, олар через тозақ жәннатқа кіреді деген сөз айтылады. Яғни мана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадисті алып 72 фирқа дегенге сол хадистен, яғни бұл жерде мысалы бағана тәуәссүлді айтып жатқан адамдарды олар хадистен түсінгені ол. Сол дәлелде келісе алмаған адамдарында мүшрикке шығарып қойып, олар 72 фирқаға кіргізіп қояды. Олар таухидул улухияда оларыңқы дұрыс емес, олар серік қосқан болады да, сонымен олар да әхлі сүннаның қатарынан шығып қалады. Яғни бұл бөлудің артында негізінде бір осындай бір ойын жатыр. Енді олар айтады, Раб деген сөз ол халиқ деді, жаратушы деген сөз. Біз Алла біздің Раббымыз деген кезде, Алла біздің жаратушымыз деген сөзіміз деді. Бүйтіп мүшриктер де айтқан деді. Ал енді біз не деп айтуымыз керек? Алла біздің иләһіміз, ла иләһә деген. Иләһ деген сөз деді, ол маъбуд, яғни табынуға лайық, ибадатқа лайық деген сөз деді. Яғни Рабб олардың ұғымында Рабб ол жарату дегенді білдіреді, иләһ ол табыну дегенді білдіреді деді. Сол үшін де бөліп қарайды. Бөлетті, мынау рубубия, мынау улухия деп екіге бөледі. Ал енді Құранға қарап көрсек. Құранда Алла субхана ва тағала иләһ сөзін жарату деген мағынада келтіреді. Мысалы, Алла субхана ва тағала Құран кәрімде айтады: "Лау кана фихима алихатун иллаллаху лафасадата." Алла субхана ва тағаладан басқа құдайлар болғанда әлем бұзылар еді. Әлем, аспан жер бұзылар еді деді. Алладан басқа алиха болғанда деді. Бұл жерде әлбетте табыну жайында айтылып жатқан жоқ. Әлемді басқарушы, әлемді жаратушы деп жатыр. Неге? Себебі әлемді тағы да басқа жаратушылар болғанда, әлем тағы да басқарушылар болғанда, әлем әлбетте бұзылар еді. Яғни бұл жерде алиха сөзі, иләһ сөзінің көпше торы алиха. Лау кана фихима алихатун иллаллаху лафасадата. Аспан жерде Алла субхана тағаладан басқа иләһтар болғанда аспан жер бұзылар еді. Әлбетте бұл жерде табыну жайында кетіп жатқан жоқ. Жарату, басқару жайында кетіп жатыр. Неге? Себебі иләһтар көп, бірақ шынайы иләһтар емес. Табынылып жатқан нәрселер көп. Сиырға да табынылып жатыр, итке де табынылып жатыр, шошқаға да табынылып жатыр, крысаға да табынылып жатқандар бар, отқа да табынылып жатқандар бар. Яғни бұл табынылып жатқан нәрселер. Ал бұл әлемнің бұзылуына алып келді ме? Жоқ. Яғни бұл жерде не жайында кетіп жатыр? Әлбетте жарату, басқару жайында кетіп жатыр. Одан кейін тағы да аят: "Маттахазаллаху мин валади ва ма кана мааху мин илах." Алла субхана ва тағала өзіне бала тұтқан жоқ деді Құран кәрімде. Және Алламен бірге ешқандай илах жоқ деді. "Ва ма кана мааху мин илах." Ешқандай илах жоқ деді. Егер басқа тағы да илахтар болғанда, илах сөзі түсінікті. Илахтар болғанда, "Изалла захаба куллу илахин бима халақ." Онда әрбір илах өзінің жаратқанын өзі басқарады деді. Әрбір илах. Әрбір Раб деп тұрған жоқ, әрбір илах. Яғни илах ол Раб, Раб ол илах. Екеуінің арасында айырмашылық жоқ. Қашан илах, қашан Раб илах болады, яғни қашан илах Раб, қашан бір нәрсе табынуға лайық болады, ол Раб болған кезде. Қашан бір нәрсе Раб болса, ол табынуға лайық болады. Алла субхана тағала Құран кәрімде: "Изалла захаба куллу илахин бима халақ." Әрбір илах өзінің жаратқанын жеке басқарар еді. "Ва ала ба'духум ала ба'д." Және бір-біріне үстемдік етер еді. Яғни бұл жерде не жайында кетіп жатыр? Илах сөзі халық, жарату жайында кетіп жатыр. Сол үшін де Раб деген ол халиқ,
илах деген ол мабуд деген сөздің өзі негізінде Құранға қарайтын болсақ, оның өзі дұрыс емес. Яғни кімде кім қашан ла рабба иллаллах десе, ол автоматически ла илаха иллаллах деген сөзі. Кім ла илаха иллаллах десе, ол автоматически ла рабба иллаллах деп айтып тұр. Бұл екеуі бір-бірімен ешқандай ажырайтын нәрсе емес. Мүшриктер, олар Алла субханала тағалаға сол раб деген сифатында серік келтіргендіктен де олар Алла субханала тағаладан басқа нәрселерге ибадат қылды. Сол сияқты кез келген адам басқа нәрседен пайда зиян күтіп жатса, ол да әлемді басқаруда, яғни әлемді игеруде, адамзатқа пайда зиян келтіруде, басқа нәрселердің де үлесі бар деп жатса, ол адам ешқандай, ол адам таухид рубубиясы дұрыс емес. Құранның өзін қарайтын болсақ, Алла субханала тағала айтты: "Иза ла захаба куллу илахин бима халақ." Әрбір илах өзінің жаратқанын басқарар еді деді. Бірақ әлемде Алла субханала тағаладан басқа илах жоқ. Яғни халиқ, жаратушы жоқ, раб жоқ. Мысалы осында мынандай біреулер сұрақ қойып жатады. Енді негізінде болмас сұрақ. Ақылы дұрыс адам үшін ол дұрыс емес. Негізінде ондай сұрақты қою. Неғылып әлемде екі құдай болса не болыпты? Не екеуі келісіп басқара бермейді ме? Яғни кейбір Құрандағы аятқа қарсы сондай біреулер бір уәж айтқандар бар. Сондай уәж айтқандар бар. Алла субханала тағала Құран кәрімде айтып, Алладан басқа құдай болғанда әлем бұзылар еді деп жатыр. Яғни екі құдай болуы мүмкін емес. Олар айтады, екі құдай болса не болыпты? Екеуі бірге басқарса ше деген сөзді айтады. Енді ислам ғұламалары оларға қатысты мынандай жауап айтқан. Сен екі құдай жарайды, екі құдай болсын дейсің. Екі құдай болсын. Мынау Алла субханала тағала айтқандай, Құранда айтқандай, мынау былай басқарам дейді, мынау былай жаратам дейді, екіншісі былай жаратам дейді. Екі құдай таласты. Енді бұлар айтады, келісіп дейді. Келісіп болғанда қайсысының сөзіне келіседі? Екеуі. Мынаның сөзіне мынау көнеді ме, немесе мынаның сөзіне мынау көнеді ме? Егер біріншісі екіншісіне көніп жатса, онда екіншісі автоматически құдай емес. Неге? Себебі құдай деген, яғни қалағаны болушы. Қайсысы екіншісіне көніп жатса, екіншісінің сөзіне, екіншісінің қалауына, онда ол құдай емес. Ал енді олар айту мүмкін, жарайды, онда екеуінің сөзі емес, екеуі де басқа бір ортақ, басқа бір пікірге келіссе деді. Компромисс. Бұнда екеуі де құдай емес. Неге? Себебі екеуінің де қалағаны болмады. Ал құдай деген, ол жалғыз құдай деген кезімізде біз жалғыз қалау иесі. Біз не дейміз? Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Алланың қалағаны болды, қаламағаны болмайды дейміз. Яғни жалғыз қалау иесі Алла субханала тағала. Алла субханала тағала нені қаласа, сол болады. Сол үшін де екі құдай деген сөз негізінде ол манағы сұрақты уәжді немесе ондай күмәнді айтып тастап жатқан адам негізінде өзінің ақылын құрметтемейтін адам. Негізінде біз құдай деген кезде ол құдай қалағаны болмады деген сөз, ол яғни ол құдай емес деген сөз. Сол үшін де әлемде Алла субханала тағаладан басқа құдайдың болуы мүмкін емес. Енді Юсуф алейхиссалам, Муса алейхиссалам жайында айттық, Ибрахим алейхиссалам жайында айттық. Муса алейхиссалам, Юсуф алейхиссалам, ол кісі зынданға түсті. Зинадан гөрі зынданды артық көрді. Алладан сұрады: Алла, мені бұлардан сақтап қорғамасаң, мен құраймын деді. Яғни мен қазақша сөзмен айтып жатырмын да, Құранда құраймын деген сөз жоқ әлбетте. Алла субханала тағаланың қалауымен ол зынданға түсті. Зынданды қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келгенде 7 түрлі адамның біреуі болды. Әлгі әйел, ол әйел әдемі, сұлу, бай, зинаға шақырды. Оны еді, маазаллах, Алла сақтасын деді. Алла сақтасын деді. Зынданға түскен кезінде зынданда жанда 2 адам болды. Олар екеуі 2 түрлі түс көреді. Біреуі патшаға шарап құйып беріп жатады, екіншісі басында нан тұрады, оны тұтар шоқып жатады. Ол екеуі азанда тұрған кезде Юсуф алейхиссаламнан сұрайды: осындай түс көрдік дейді. Біреуі наубай болады, наубайшы дейміз ба, нан істейтін, екіншісі патшаның қызметінде болған адам болады. Юсуф алейхиссалам екеуінің түсін жорып береді: сен қайтадан өзің бұрынғы жұмысыңа барасың, а сені өлдіреді. Сол кезде сол түстің жоруын айтпай тұрып, бірінші оларға мына сөзді айтады: әртүрлі бөлек-бөлек раббылар хайырлы ма, немесе жалғыз Алла хайырлы ма деді. Сендер табынып жатқан нәрсе тек қана сендер атап алған нәрселер ғана. Алла субханала тағала олар жайында бір ешқандай бір білім түсірген жоқ деді. Яғни бұлар Алла субханала тағаламен басқа нәрселерді
раб тұтатын еді. Сол үшін де Юсуф алейхиссаламда арбабу мутафарриқуна хайр. Әртүрлі раббылар хайырлы ма немесе жалғыз Алла хайырлы ма деген сөзді айтты. Одан кейін таухидты үшке бөліп жатқандар айтады. Мүшриктер Алланы жаратушы деп есептеді, өлдіруші, тірілтуші деп есептеді, пайда зиян келтіруші деп есептеді. Тек қана Алла субхана ва тағала мен басқа нәрселердің ортасын, Алла мен адамзаттың ортасына дәнекер қойды, сонымен мүшрик болды дейді. Яғни тәуәссүл жайыз деушілерде сонымен мүшрик болып кетеді. Сол үшін де бағана Кәшф шубхат деген кітапты ашып қарайтын болсаңыз, ол мүшриктер жалпы басқа жағынан ешқандай проблема жоқ еді. Сол үшін де оларды сондай кітапты қарасаңыз мүшриктерді мақтап бастайды. Мүшриктерді мақтап бастайды. Яғни ол мақтау емес пе? Алла субхана тағала пайғамбарды намаз оқитын, ораза тұтатын, садақа беретін, қажылық жасайтын, Алланы көп зікір ететін адамдарға жіберді деді. Яғни жахилияттағы адамдарды солай мақтап, соларға пайғамбар жіберді. Бірақ қана проблемалар бар еді, ол Алла субхана тағалаға серік қосатын еді. Ал енді Құранды қарап көрейік. Олар Алла субхана тағаланы жалғыз жаратушы деп есептеді ме? Алла субхана тағаланы өлдіруші, тірілтуші деп есептеді ме? Алла субхана тағала Құран кәрімде бізге бір мүшриктің мысалын келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға келіп, аты есімнен шығып тұрғаз, Алла субхана тағала осылай айтады. Ва дараба лана масала ва насия халқа. Өзінше келіп мысал келтірді деді. Өзінің жаратылысын ұмытып қойды деді. Қала май юхил айзама ва хия рамим. Күл болып кеткен сүйекті кім қайта тірілтеді деп, ол бір сондай ескірген бір сүйекті алып келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында үгітіп тұрып, шашып тұрып, мұны кім тірілтеді? Ой, субханалла. Оның рубубиясы дұрыс болатын болса, қалай ол ондай сөзді айтады? Алла субхана тағаланы жаратушы, өлдіруші, тірілтуші деп есептесе, Алла субхана тағаланың құдіреті толық деп есептесе, онда ол қалай мынаны кім тірілтеді деп оған ширк келтіреді Алла субхана тағалаға? Алла субхана тағаланы тірілтетіне қалай ол күмән келтіреді? Ол не деді? Май юхил айзама ва хия рамим. Кім бұл сүйекті қайта тірілтеді деді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субхана тағала бізді өлгеннен кейін қайта тірілтеді деді. Олар Алла субхана тағаланың құдіретіне шәк келтіріп тұр. Кім бұны тірілтеді деді. Олар Алла субхана ва тағаланың жалғыз жаратушы екеніне иман келтірсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жаратушыларына маған кітап келді деген кезде неге олар онда біз жаратушымыз, біз соған иман келтірдік демеді? Керісінше олар Алла субхана тағаланың құдіретінің өзіне шәк келтіретін еді. Құранда көптеген аятта Алла субхана тағала айтады олардың. Олар айтады: "Айза митна ва кунна тураба ва айзаман айна ламаб'усун." Вақиа сүресінде айтады. Егер біз өлсек, біз іріп-шіріп кетсек, біз сүйек болып қалсақ, біз сонда қайтадан тірілеміз бе дейді. "Лақад у'идна хаза нахну ва абауна мин qabl in хаза илля асатрул аввалин." Бізде біздің алдымыздағылар да осындай уәде етілген еді. Бұның бәрі әшейін жалған афсана дейді. Олар Алла субхана ва тағаланың қайта тірілтуге қадір екеніне, құдірет жететіндігіне шәк келтіріп жатыр. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде тағы да айтады. Мүшриктердің арасында сондай адамдар бар еді. Олар намуту ва нахя ва ма юхликуна илля ад-дахр. Олар дахриюн дейді. Яғни біз өлеміз, тірілеміз, бізді бұл жоқ қылатын тек қана уақыттың өтуі дейді. Яғни біздегі атеистер сияқты. Біреулер Алла субхана ва тағаланың қайта тірілтуіне шәк келтіріп жатса, енді біреулер біз өлеміз, тірілеміз, бұл тек қана уақыттың өтуімен болып жатқан нәрсе, бұдан басқа еш нәрсе жоқ дейді. Және олар арабтарда айтатын сөзі архамун тадфа ва ардун табла деген сөзді айтады. Яғни жатыр бізді итеріп шығарып тастайды, жер жұтады болды. Яғни ананың жатырынан біз туыламыз, жерге қайтадан жер бізді жұтады, өзін яғни жердің ішіне кіреміз болды дейді. Мәселе осымен бітеді дейтін. Яғни онда ешқандай ахирет бар, қайта тірілу бар, есеп хисап бар деп олар есептемейтін. Керісінше сол нәрсеге ширк келтіретін, сол нәрсеге күмән келтіретін. Ал енді рубубияда дұрыс бола тұрса, ол қалай оған Алла субхана тағаланың қайта тірілтуіне олар шәк келтіреді? Қалай оған күмән келтіреді? Сол үшін де олардың Алла мүшриктер рубубияда дұрыс болды, олардың кеткен жері тек қана улухияда деген сөз негізінде Құранға, хадиске қарайтын болсаңыз, ол негізсіз. Сол үшін де бұл таухидты ке бөлу, адамның таухиды жартылай дұрыс болады, жартылай дұрыс болмайды деген сөздің өзі негізінде дұрыс емес. Таухид адамның иманы бір. Адам не мүшрик толығымен, не ол мұсылман. Енді иманды үшке бөліп қойып, бұда иманның үштен бірі бар, үштен екісі жоқ деген сияқты сөз негізінде ол ғылыми таразда ешқандай негізсіз сөз болып есептеледі. Иман біреу. Мүшриктер Алла субхана тағаладан басқа нәрселерден пайда зиян күткен үшін, оларды Алла субхана тағаламен бірге әлемді басқарады деп есептеген үшін, олар сол нәрселерге құлшылық қылды. Яғни адамның Алла субхана тағалаға раб деп иман келтіру үшін Алла жаратушы деп есептеп қана қою жеткілікті емес. Кім біреудің әлемді игеруде, әлемді басқаруда кішкентай бір үлесі бар деп есептесе, ол адам Алла субхана тағалаға раб, Алла субхана тағала раб деген сипатына ол күмән келтіріпті. Оған ол
иман келтірмепті. Және мүшриктердің істегені осы нәрсе, істеген сол нәрсе. Ал енді одан кейін имам Абу Джафар Тахауи айтады, яғни бұл мәселе иншалла түсінікті ғой. Яғни адам басқа нәрседен пайда зиян күткен кезде ол оған ибадат қылады. Ол адам рубубиясы дұрыс деп айтылмайды. Сол үшін де иман ол бір тұтас нәрсе. Оны бөліп жартысы дұрыс емес деп айтылмайды. Енді тек қана үйрету үшін, яғни ақида сабағында жеңілдету үйрету үшін біз Алла субхана ва тағаланы жалғыз жаратушы деп есептеуіміз керек, өлдіруші, тірілтуші, рызық пайда зиян беруші деп есептеуіміз керек, және сол Аллаға ибадат қылуымыз керек деп үйрету үшін бұндай бір тактика қолданып жатса, ол әлбетте ол шариғатқа қайшы нәрсе емес. Ал бірақ жоқ, иман үшке бөлінеді, таухид үшке бөлінеді деп оны үш бөлік қылып тастау, ол біз көргенде қазір ол Құран, хадис ол нәрсені қолдамайды.